Мына Nexia көлігінің алдында да айтып кеткенмін, электр тармақтары өте нашар. Мына қазір таңда мына Nexia'ның замогы ашылмай қалды. Клит етіп қалды. Соны мен сіздерге қалай жылдам жасап, дет деген жерлеріңізге жету үшін бір видео түсірмекшімін. Яғни замок міне ашылмайды, клит етіп қалды. Сол үшін бізге алдын ала біз шешіп алғанымыз, уақытты алмау үшін. Обшивкасын шештік, контактный группаның астындағы. Өзі 4 болттан тұрады. Шешіп тастадым. Мынау контактный группа. Данный момент контактный группаны сіздер мынаны жұлып шеше алмайсыздар. Кейбіреулері шешеміз деп контактный группамен темірдің арасына пластмассты тығып сындырып алған жағдайларды көп көргенмін. Яғни сындырмау үшін сіздер мұқият қарасаңдар, рөлдің астында өзі жіңішке ғана болты тұр. Шұрғы тұр. Осыны шешендір болады, міне, көрініп тұр, міне. Айналдырып, міне. Яғни сізде аспап болу керек, инструмент жіңішке болу керек, жіңішке инструментпен деп өзі жіңішке нәрсе айналдырып шешіп алуға болады. Шешкеннен кейін бұл күш салмай-ақ шешіледі. Шешілгеннен кейін көбісінде мына контактный группа, яғни мына қазір клит етіп тұрған контактный группа сынып кеткен жағдайларды көргенмін. Болмаса қатып қалады. Одан кейін контактный группаны біз фишкадан ажыратамыз. Яғни екі аймақтан тұрады фишка, контактный группа. Екеуін ажырату арқылы сіздерге плюс-минус, яғни қайсы контактты группаны қалай жалғауға болатынын сіздерге көрсетемін. Қараңыздар достар. Тетікке қарсы, қарама-қарсы міне. Екі нені жалғайсыздар, сым. Жіңішке сым аласыздар да, осылай жалғап замокты ашасыздар. Міне замок ашылды. Замок ашылғаннан кейін соңғы светке, міне, оранжевый свет, көк свет болмаса осыған тигізу арқылы осыны оталдырасыздар. Одан кейін вентиляторды, яғни желдеткішті қосуды ұмытып кетпеңіздер. Вентилятор желдеткіш бізде осыменен екеуінің арасына сым саласыздар. Осы арқылы сіздер дет деген жерлеріңізге жетіп ала аласыздар уақытша. Яғни сіздің замогың сынған кезде ғана осылай жасап дет деген жеріңізге жетіп алуларға болады. Сау болыңыздар достар.